Қайырлы күн достар, бүгін мен сіздермен қуырдақтың жасалу жолын рецептімен бөлісемін. Әр қазақ қыс болғанда соғым алады, бізде сол сияқты соғым алдық, жылқы еті. Бүгін менде қуырдақ жылқы етінен. Әркім ішкі құрылыстарын өз қалауынша қосады. Менде бүгін жүрек пен бауыр және еті. Алдын ала дайындалған осы еттерімізді осылай кішкентай кубиктеп турап дайындап аламыз. Пияз, картопты да кубиктеп тураймыз. Сосын қызып тұрған сұйық майда етімізді және жүректі қуырамыз бірге. 15 минуттай қуырамыз. Сосын оның үстінде бауырды салып 4-5 минут қуырамыз. Бауырдан соң пиязды салып тағы да 4-5 минут қуырып, татымына қарай тұз, қара бұрыш және 1 стақан су құйып бұқтырамыз. Етті дайын болғанша. Ет дайын болуға жақындағанда картопымызды осылай кубиктеп турап, салып, дайын болғанша тағы да бұқтырамыз. Менде жас малдың еті болған соң 1 сағатта пісіп шықты. Қуырдақ дайын. Картопты аз мөлшерде қоссаңыздар болады. Біздің үйде балалар картопты жақсы көреді, сондықтан да көбірек болды. Қуырдақты осылай пиязбен, аскөкпен ұсынуға болады. Тәбетті ашады. Бұл қуырдақ қазақтың ұлттық тағамдарының бірі. Бірақтан да Қазақстанның әр өңірінде әр қалай дайындалады. Бұл қуырдақты осылай сулы қылып, жаңағыдай еттерін майда қылып, солтүстік Қазақстанда дайындайды. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте дәмді, сулы, жұмсақ болып пісті. Жасалу жолы ұнаса, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ас болсын.